Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен? Сіздерді бүгін өмірлік баланс шеңбері деп аталатын әдіспен таныстырғым келіп отыр. Әуелі өзімді таныстыра кетейін. Менің аты жөнім Кенжеева Шолпан Абдуллақызы, психолог, психология магистрі. Және біздің арнамыз пайдалы психология арнасы. Егер де бізге тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сонымен бұл әдіс нені білдіреді? Өмірлік баланс шеңбер әдісі өзі де көліктің дөңгелегін еске түсіретіндей дөп дөңгелек, яғни адамның өмірінің барлық салалары бойынша үйлесімділік пен тепе-теңдіктің болуы. Адам қаншалықты барлық салаға бірдей көңіл бөледі, яғни өмірдің дөңгелегі де соншалықты түзу, еркін дөңгелейді екен. Бұл әдіс қазіргі кезде коучингте өте кеңінен қолданылады. Адам бұл әдіс арқылы өзіне баға береді және болашақтағы мақсаттарын жоспарлай алады. Осы әдістің көмегімен, мысалы, жылдың қорытындысын жасасақ болады, айдың қорытындысын, аптаның қорытындысын деген сияқты. Мәселен, біздің өміріміздегі ең маңызды деген салалар бұл: бірінші, денсаулық пен спорт; екінші, ақша; үшінші, бизнес және карьера; төртінші, қоршаған ортамыз бен достарымыз; бесінші, отбасы, балаларымыз және махаббат; сондай-ақ алтыншы, тұлғалық даму; жетінші, сүйікті іс, яғни саяхат, тағы да басқа; сегізінші, руханият. Енді осы әдісті орындап көруге сіздерді шақырамын. Ол үшін бізге ақ қағаз бен қарындаш және түрлі түсті қарындаштар немесе фломастерлер керек. Қағазға үлкен етіп шеңбер сызып, осылай 8 бөлікке бөліп аламыз. Пиццаның бөліктері секілді. Енді әрбір секторға бағанағы 8 түрлі саланың атауын береміз. Яғни әр сектор әрбір маңызды бір бөлікке жауап беретін болады. Және олардың әрқайсысын 10 шкала бойынша бөліп шығамыз. Яғни ортасы 0, жоғарғы жағы 10. Сондай-ақ өзімізге баға береміз. 0-ден бастап 10-ға дейін. 0 ең төмен, ең нашар болса, 10 өте жоғары деген сөз. Және әрбір секторды әртүрлі түстерге бояймыз. Енді осы әдісті сіздерге онлайн түрде қалай жасауға болатынын жолын көрсететін боламын. Ол үшін сілтемені мен описание бөлімінде қалдырамын. Сол сілтемеге кірген кезде осылай ашылады колесо баланса жизни. Орыс тілінде толығымен осы әдіске сипаттама беріліп өтеді. Міне осы жерде сурет қалай салатынын жаңа мен көрсеткен секілді сіздерге көрсетіп қойған көрнекі түрде қалай салуға болады екен. Және ары қарай онлайн түрде қалай салуға болатынын осы әдісті. Міне астында без регистрация қалай салуға болатын, сол нені басасыздар, батырманы. Сол кезде осындай сіздердің алдарыңызда дайын бөлікшектерге бөлінген өмірлік баланс шеңбері пайда болады. Және әрбір секторды қолыңызбен түртіп көрген кезде олар әрі-бері жылжиды. Сол арқылы өзіңіз қалаған бағаны бере аласыздар әрбір сектор бойынша. Мәселен, ақша секторы менде 6 дейік, шамамен. Карьера және бизнес ол да 6 дейік. Немесе 8 деп баға қойсаңыздар болады. Және достар өте жақсы деңгейде болса, мысалы 10 деген бағаны қойсаңыздар да болады. Және соңынан скрин жасап алсаңыздар болады. Және бұл айды, аптаны тосып отырмай-ақ күнделікті, мысалы өзіңізге өзіңіз
баға беріп отырсаңыз болады. Бүгін қандай өзгеріс болды? Мәселен, ақша секторында, ақша саласында сізде бір жақсы өзгеріс болды ма? Не болмаса бір жақсы жұмысқа тұрдыңыз ба деген сияқты. Немесе достарыңызбен қыдырып бір жақсы бір жерге барып көңіл көтеріп келдіңіз бе деген сияқты. Осы салалардың әрқайсысын өздеріңіз зерттеп көрсеңіздер болады. Және де бұл сіздерге ұнайды деген ойдамын. Енді ұнаса жасап көріңіздер. Осылай әрбір жолы жасағаныңызда скриншот жасап алып, алдыңғы жасағандарыңызбен салыстырып отырсаңыздар болады. Олай болса, көріскенше күн жақсы болсын.